Kurama Штаттарды күшті қарлы дауыл басып қалды. Кем дегенде 9 адам қайтыс болды деп жазады. Огайо штатындағы тас жолда ондаған көлік соқтығысты. Дауыл соққан қар Канзас, Миссури, Кентукки, Нью-Йорк және басқа штаттарға келеді. Дауыл салдарынан 1 миллионға жуық адам жарықсыз қалды. Синоптиктер ауа райының қолайсыздығы елдің басым бөлігінде апта соңына дейін сақталады деп отыр.